Фриланс. Говорят, фриланстың Аслан айтып отыр ғой, фриланспен айналыссақ болады. То есть Airbnb там бір компанияға тауып сайттары бар. Мысалы қазір сіз жібердіңіз ба телеграмға? Сон что-то долго кетіп жатыр. Я память үлкен ғой да, суреттерін іздедім. Мгм. Так, мынаны тексеріп көрейін, пока ештеңе келмеді. Негізі сайттар бар. Мен оған бір жақында сіздермен бөлісемін. Қазір айта берейін. Кстати, магазин сайтын бересіз ба бүгін? Или Машина. демалып Так, так. десе. Әлі Сұрасып. неғып көп сабақтардың достығы ашылмапты ғой, да? Иә, олар қарасаңыздар негізінде көп сабақ емес, барлығы сол сабақтар, негізі барлығы. Просто кейбірлер алдыңғы біріктіріліп кеткендер. Мысалы, сіздерге сайтқа шрифт қосу дейтін нәрселер бар. Ол же сабақтың ішінде бар. Ол жеке оқудың қажеті жоқ. Интернет-магазин ғана қалды сіздерде, болды, осы ғана. И бүгінге қалғаны Bootstrap қалды. GitHub-пен танысу дейтін ол сабақ емес негізінде. Бұл басқа, бұл курс бар. Бұл курс негізінде. Bir ғана сабақпен шектей алмайсың бұны, GitHub-ты. Ашып көрші даже не жоқ қында, видео ғана. То есть мынаны алып тастаймын. GitHub-пен танысу, Bootstrap жоба, ресторан сайтын қостық. Bootstrap қалды, интернет қалды. Сіздер екі ақ не қалды, сабақ қалды негізінде. Қалған бәрін бітірдік по плану. Мына қарады, активно. Көп нәрсе бітірдік негізі. Машалла. Мен сіздермен бүгін не қылғым келген. Интернет жобаны беремін тоже. Бір нені таныстырғым келген. Bootstrap-пен. Мен Bootstrap-пен таныстыра берейін, сосын сөйлесеміз, иә, не жөнінде. Балнұр ханым, иә? Иә. Бес сабаққа дайындап жүрсіздер, иә? Телеграмға ашып қараймын. Қазір достар, интернет-магазин бастамас бұрын мен жалпы негізі фронтенд разработчиктер жиі қолданатын CSS библиотекамен таныстырғым келіп тұр. Иә? Оның аты Bootstrap. Bootstrap естігеніздер бар ма? Жоқ. Осымен дос болыңыздар. Көптеген компаниялар сайтын. Прям білесің ба Bootstrap, білесің ба, қолдандың ба, не жасадың деп. Bootstrap дейтін нәрсе, біз барлық нәрсені қазір қолданып жасап отырмық қой өзіміз. Бүкіл CSS-ті, компоненттерді, жаңағы аватар, меню, жаңағы бір ресторанның сайтының бөліктері, компоненттер деп атайды, барлығын қарасаңыздар, хедер, меню, кнопка, иә. Негізінде оның барлық нәрсені уже былай айтқанда жасалынған көп нәрсе. Қайттан жасай бермейді ғой мына нәрсені. Мысалы, мына кнопка уже бар. Былай айтқанда дайын компоненттердің жиынтығы бар инструмент. Немесе дайын компоненттер орны. Дайын компоненттер орны, достар. Мен қызым жылап қалды что-то. Сіз айтқан библиотека деген осы ма? Иә, библиотека деген осы, достар. Bootstrap деген осы нәрсе. Қазір бір минут, иә. Достар, Bootstrap деген нәрсе жалпы айтқанда дайын инструменттер жиынтығы, иә, дайын инструменттер жиынтығы. Bootstrapты орнату үшін ана жерде көптеген инструкциялары бар. Анау былай орнат, мынау былай орнат дейді. Негізінде қазір мен сіздерге көрсетейін, бірінші бастамас бұрын. Мысалы docs деген бар, documentation деген сөз, документация, иә. Дауысым естіліп шығар, иә. Супер. Қарасаңыздар, міне документациясы бар, барлығы. Меніңше орысша жоқ, орысша көрген жоқпын Bootstrapты. Барлығы ағылшынша, бірақ ода емес мәселе. То есть түсінікті барлығы, өте анық түсінікті. Қалай орнату керек, мына жерде кодты копировал өзіне орнатылады. Ең қызығы, ең күштісі бұның сіздерге айтам қазір. Мына компоненттер деген бөлімі қызық. Аккордеон дейді. Мысалы қарасаңыздар, мына нәрсені, мынаны бүйтейінші даже лайк қойайын. Қарасаңыздар, мына жерде мына нәрсені аккордеон деп атайды, иә. Мына элементті, мына компонентті. То есть ашылады, жабылады, иә. Бұны көбіне сұрақ жауап дейтін сайттарда болады бөлімдер. Сол жерде көрсеңіздер болады, қараңыздар. Мынаған бассам, элементтер көрінеді. Мынаны бассам, ана жабылады, екіншісі көрінеді, иә. Тура сол нәрсе. Осы нәрсені жасау үшін бізге не керек дейді? Сіздерге бірінші мына Bootstrapты орнатып ал, екінші дейді, мына код алды, копировать ставить дейді. Бітті. Сіздерде дайын Bootstrap, не, мынау дайын элемент. Бастан жасаудың қажеті жоқ. Иә? То есть мына жерде не бар? Флеш дейді, мынандай бір анимациялар бар. Одан бөлек мынандай алерт дейтін нәрселер бар. Қарасаңыздар, мына жерде не бар? Дайын, былай айтқанда, мынаны алерт деп атайды, мына бөлімді. То есть хабарлама деп атайды мына нәрсені. Сайтқа бір ақпаратты көрсету керек болса, сіз сәтті тіркелдіңіз, сайтқа кірдіңіз деген нәрселердің барын көрсету үшін осында алертті қолдансақ болады, иә. Оп-оңай. Мысалы біреу қолдану қалай? Div деп жазасыз, ішіне элемент текст жазасыз, одан класс жазасыз. Классқа алерт primary дейсіз.
прайме деген сөз мынандай көк өзінің бастапқы түсі деген сөз, иә. Success деп атайды, жасыл, то есть успешный нәрсе болатын болса, бустрапта мынандай нәрсе бар, түстердің ұғымы деген бар. То есть барлық түстер ол статустар. Мысалы жасыл түс бір сәтті аяқталғанын көрсетеді ғой. Фронтендте әлемінде бір сәтті аяқталды, бірдеңке дұрыс орындалды. Қызыл қате болған кезде көрсетеміз көбіне. Сары бірдеңкені, мысалы саған былай айтқанда, мысалы Каспик, сен кредитің бар деп айтайықшы. Сен кредитіңе мысалы 10 күн қалды төле деген сияқты. Сен төлеп болғаннан кейін сіздің бүгінгі айлық кредитіңіз жабылды, иә. Мына жерден сізде просрочка деген сияқты нәрселер, иә. Мына жерде кредит алсаңыз болады деген сияқты нәрселер. Бірдеңке жаман пример, конечно, но в целом сол сутьта қарасаңыздар, иә. То есть қызыл негатив, жасыл успешный. Мынау бір ақпарат беру, то есть бір warning, бір напоминание, жақындап қалды бірдеңке. Анау жалпы ақпарат, көк түстер. Осылай түстермен бөліп тастаған, аттарына қарасаңда success деген успешный деген сөз, danger деген сөз қауіпті деген сөз, қызыл жаңағы түс, warning деген нәрсе ол бір нәрсені ақпарат деген сөз, иә. Мына жерде инфо дегенде, то есть мына жерде мына инфо мен warning разницасы, былай қарасаңыз warning ол то есть приоритеті жоғары болып келеді ғой, былай айтқанда. Инфо ол жалпы нәрсе, в общем, инфо дейтін нәрсе бұл ақпарат беру, warning дейтін нәрсе бір уведомление. Все, саған осындай күн қалды. Көбіне осындай қолданамыз, бірдеңке ескерткіміз келетін болса. Мына жақта нелері бар. Мысалы, осылай қалай жазады, батырмын басқан кезде мына нәрсенің көрінуі дейді, иә. Түстер бар, мына іште қалай қолданамыз. Әлі бір компоненттің ішінде жүрміз. Мына ішінде badge деген нәрсе, badge деген нәрсе бар, қарасаңыздар, осындай нәрсе бар. Notification, breadcrumb деген нәрсе бар. Мына элементтердің барлығын, достар, біз атпен атап үйрену керекпіз. Атымен атап үйрену керекпіз, иә. Сайтта осындай элементті көрсеңіздер, бұл нәрсе не деп атайды? Хлебный крошка деп атайды. Немесе breadcrumb дейді мына нәрсені. То есть фронтенд болғаннан кейін әр компонентті өзінің, біз фронтенд разработчик болғаннан кейін, достар, барлық нәрсені өзінің атымен атау керекпіз. Барлық нәрсені өзінің атымен атау керекпіз, иә. Кнопка дегендей. Мына элементті көрсеңіздер, бұл хлебный крошка немесе breadcrumb деп атайды. Мына нәрсені көрсеңіздер, alert деп атайды, иә. Ағылшынша атай береміз, біз фронтта бәрін ағылшынша атай береміз негізі. Alert деп, breadcrumb деп, button деп атаймыз, кейде кнопка деп атаймыз, иә. Мына кнопканың түрлері, мына нәрсені сізге жасаудың қажеті жоқ, басынан бастап, иә, мысал ретінде. Осыны қолдана сал дейді, түстеріне дейін бәрі дайын дейді. Мына жерде түрлері бар, мына жерде текстті қолмаңыз, мына hover кезінде қарасаңыздар, яғни әртүрлі түстерге ауысады. Түрлері өте көп. Мына жерде қаншама компоненттер бар, бұның барлығымыз қолданамыз негізі, кәдімгі проекттерде қолданамыз. Одан бөлек мынандай бір helperлар бар, utilities бар деген нәрселер бар. Ал енді бір орнатып көрейік, иә, жалпы қалай өзі не ол деген нәрсе. Орнату үшін бізге не дейді, мынандай index.html деген файлды құр дейді. Жақсы, тамам, басынан бастап құрайық index.html-ды. Так, біз бүйтейік, мына жерден бір проектті ашайық. HTTP дейді, менде жаңа React-ның курсы, артқа қайта, бізде әр сайт жасаған кезде бутстрапты орнатып отырамыз ба, или бір инструмент етіп сосын тұра беремін? әр сайтта ма? Бір рет ұстап болды. Мынау бір CSS қой негізі. CSS пен JavaScript қой шақырсаңыз болды. Мына екі файлды шақырсаңыз болды. Мына CSS и мына JavaScript. Бітті. Дайын сіздерде уже. Ештеңе не қылу қажет жоқ басқа. Сізге бұл жерде керек нәрсе компоненттерді жаттау. Иә, болды. Ертең портфолиоларыңыз болатын болса, портфолио қосып қойсаңыздар болады. Міне мен Bootstrap білемін деп. Так, HTML айтпаймыз. Мына жерде не дейміз? Біз mkdir деген сөз папка құр деген сөз, жаңа папканы мына жерге немесе Bootstrap, иә, Bootstrap деп атаймыз. cd Bootstrap, менде барлық нәрсе вот, бір папкамен аштым да. Мына жерде index.html құр дейді бірінші тамасы. Жақсы, index.html құр дейді. Ары қарай не дейді бізге? Ары қарай мына кодты копировать алсам болады дейді. Кәдімгі не да? Дайын код да. Просто любой HTML инструкторына HTML бесті қоя салсаңыздар да болады мына жерге. Бізде Bootstrap дайын. Енді керек нәрсе бізге айтады, link деген неге CSS қос дейді. То есть head деген тегтің ішіне CSS қос дейді, және скрипт қос дейді. Бодидің астына. Тамаша, мынаны копировать етеміз. Мына жерге вставить етеміз. Сосын мына нәрсені JavaScript-те қосып қосақ болады астына, иә. JavaScript-іміз дайын, неміз дайын. Енді не дейміз? Ары қарай енді болды, бізде қолымызда Bootstrap тұр. Бізге керегі енді мысалы бір нені алайық, button-ды,
батырмалар алайық. Мына батырманы просто аласыздар да, мысал ретінде мына бір үш батырманы копировать алайын, иә. Копировать етемін да, мына жерге вставить. Мен тексеріп көрейік, жалпы қалай жұмыс істеп жатыр барлығы. Все, вуаля, бізде барлық пайда болды кнопкаларымыз. Біз бір рет CSS жазған жоқпыз ештеңке. Дайын кодты алдық та, істедік, қолдандық. Қарасаңыздар, мына жерде таянтамын, мына жер біздің жаңағы баттон тұр. Ең басты мына бір нелер, бүкіл нем бар, магияның барлығын істеп жатқандар мына класстар ғой. Класстар негізі істеп жатқан. BTN success. BTN дейтін нәрсе ол баттон деген сөз қысқартып көбіне. Негізінде CSS-ін жақсы Bootstrap тәрбиелейді негізі. Қалай жазу керек кодты. Қарасаңыздар, мына жерде кез келген Bootstrap'та негізінде мынандай бір жалпы класстары болады. BTN, ALE деген нәрселер бар. Одан кейін класс нақтылайтын класс болады. Мынаған қатысты болады уже. Жалпы ереженің барлығы мына BTN дейтін неде болады, класста болады. Өзіне тән success болатын болса, жасыл логик болатын болса, мына бір уже BTN success-ның ішінде болады. Қарасаңыздар, әр батырма ұқсас негізінде. Не бар бұларда? Бұларда біріншісіне қарасаңыздар биіктіктері бірдей барлықтан. Бұлардың округлениясы барлығында бірдей. Border radius бірдей, иә? Мына жерде borders кетеді. Қарасаңыздар, не бар достар? Бізде мынандай бір түсі бар, иә? Түсі де тоже ақақ, мына жер, түс емес, точнее бұл жер түс емес, font size, қаріптің өлшемі бірдей. Қарасаңыздар, не бар мына жақта? Мынау 20 пиксель, 20 пиксель, 20 пиксель болды, иә? Осы нәрсені әр қайсы классқа жазбас үшін, мына жерге әр қайсыны BTN success-ке соны danger warning қайттан басын жазбас үшін ортақ ережелерді не істейміз? Мына бір BTN деген класстың ішіне саламыз достар. Сөйтіп қарасаңыздар, міне BTN дейтін нәрседе ортақ ереженің барлығы осы жерде жазылады. Иә. Color-ы, жаңағы text size, міне font size дейтін нәрселер бар. Көбіне назар аударатын болсаңыздар, мына жерде не бар? Көбіне айнымалының olduğuna Bootstrap. Мына жер var деген сөз бізде жоғарыда құрған глобалды немесе корневой объектілер, немесе айнымалылар деп атасақ болады. Вот. Осылай құрды да, жазып тұрмау үшін. Енді бұл профессионалдар ғой, енді өмір бойы айналысқан программистер осылай ыңғайлы жазған. Ал мына неге BTN success-қа не деді? Ары оның background color бар, жасыл, одан кейін өзінің color бар, ақ. Одан кейін не бар тағы да hover кезіндегі түрі бар деген сияқты нәрселер бар, То есть осылай жазу керекпіз барлығы. Міне осылай Bootstrap орнатылады. Қиыны жоқ, CSS-ті орналастық, JavaScript-ті орнатып. Енді тағы бір нәрсе көрсеткім келіп тұр. Мына әр компонентпен қазір сіздер не істейсіңдер, танысасыңдар, өздерің орнатып, үйде көріңіздер. Мынау не нәрсе, карт деген нәрсені, карточка, және бұны үйреніп болғаннан кейін, достар, негізі үйреніп болғаннан кейін, мүмкіндігінше өздеріңіз құрыңыздар бұл нәрсені. Құрып көріңіздер мына нәрсені. Тура осылай жасау үшін маған не керек? Осылай жасау үшін қарап көріңіздер. Өзін жасаңыздар басынан бастап, сонда түсінесіздер қалай жасалғанын. Карусель дейтін нәрсе бар мына жерде. Мындай слайдер бар, қарасаңыздар, мына слайдерді қолданайықшы, мысалы, копировать етеміз да, не дейміз, мына жерге слайдер деген нәрсе ашсам, HTML деймін. Мына жерге вставить деймін. HTML. Так, бір нәрсені қарап жүрейін. Так, approve дейді. Так, ладно. Бізде не бар? Мына жерде слайдер бар, Оны ашып көретін болсақ, қазір. Ашып көретін болсақ, бізден слайдерді. Біз ештеңе жазған жоқ, біз тек копировать ставить едік. Мынандай нәрсе көрініп тұр, Енді суреттер жүктей салайық. Мысалы ретінде әдемі суреттер болса. Так, менде бар ма екен әдемі суреттер? Мына жерде қателеспесем, downloads-ның ішінде бірнеше суреттер болып еді. Тік. Сурет алсақ. Форматтар қандай екен олардың? JPEG. Мынаны алайық. Мысалы ретінде мынаны алсақ. Үш сурет аламыз да, мына жерге не дейміз? Images деген тапқа создать етеміз. Images осы жерге вставить етеміз. И мына суреттерді қойсақ болады, Images 2, не бар бізде, мына жерде тағы да бір images бар. Images 3 және images не? 5 бар, Так, суреттерді қойдық, тексереміз барлығын мына жерден. Біздің суреттер үлкен болып тұр кәдімгідей. Енді оларға бір не беру керекпіз. Мына жер қарасаңыз, ол Bootstrap оны мен суреттерді басқармаймын дейді, ол сенің қолыңда дейді.
бүйтіп мына әрқайсысына бір не беріп қойсақ болады. Мына картқа мысал ретінде полностью inner қазір көреміз не бар бізде. Pref бар дейді, inner бар дейді. Мына жерге айтымға мысал ретінде мысал ретінде width дейміз да 5 пиксель деп қылсақ болады. И қарасаңыздар, бізде не дейді? Carousel don't automatically normalize side dimensions дейді. Көрдіңіздер, мына жерге не дейді? Қарасаңыздар, карусель жаңағы компонент дейді, сіздің суреттеріңізге жауап бермейді дейді. Өзі қоймайды дейді, сізге қойып бермейді дейді, өзін жазу керексіз дейді. Осылай дейді, актив дейді. Енді саған әр классқа активті қос дейді. Біз кішкене қиындау мүмкін. Переводчик бар. Қай жерде болады? Мына жерде Google Translator. Егер ағылшын қиын болатын болса, негізі қиын болса да оқыңыздар, мен сізге айтайын. Мына жерде ешқандай нәрсе қажеті жоқ. Барлық білетін сөздер. Add деген сөз қос, мынандай классты қос дейді, мынандай бір слайдерға қос. Осылай деп тұр да. Енді аласында мына active дейтін нәрсені дейді, бір слайдерға қос дейді. Окей. Актив деген тұр. Тексереміз тағы да ештеңеге. Так, мына жерде біздің слайдер әлі де жұмыс жасаған жоқ. Қарасаңыздар, неге деп ойлайсыздар? Тексерейік. Ол үшін ең біріншісі консольды қараймыз. Ешқандай қате жоқ. Және де не істейміз? Мына жерде bootstrap тексереміз. Біздің қарасаңыздар, bootstrap бізде жоқ. Сол себепті не істейміз? Bootstrapты мына жерден копировать дейміз да. Біз индекста жұмыс істедік қой. Мына жерге вставить дейміз. Және де оның JavaScript болады міндетті түрде. Тоже JavaScript-та вставить десеңіздер болады. Тексеріп көрейік, не пайда болды бізде? Бізде слайдер пайда болды. Қарасаңыздар, бүкіл нені алып тұр. Мен қазір next басқан кезде келесі деген сөз біздің слайдер ауысады. Мынаны бассам, слайдер ауысады. Қарасаңыз, үш-ақ сурет, соңына жеткен кезде келесіне қойып тастайды. Мен достар осылай. Хотя мен негізінде мен ештеңе істеген жоқпын. Дұрыс мынаны алдым да, осы классты қолдана салдым, және суреттерді ауыстырдым. Болды. Суреттердің бәрін ауыстырдым. Осылай біз не істей аламыз, достар, біз слайдер жасай аламыз. Мына жерде енді біз не істесек болады. Мына жерде біз әрбір суретке меніңше бір нені берген дұрыс сияқты, 100% болмай қойсын же. 500 деген сияқты, сөйтіп. Мына жерге қапты. Қарасаңыздар, біз мына жерде не істедік? Осылай істей аламыз, достар. Слайдер істей аламыз. Одан бөлек мына слайдер астында мынандай нәрселер бар екен. То есть тек қана астында емес. Және мына жерде көріне ме екен бізге? Ол үшін басқа класста болса керек. Тура осындай нәрсе. Бір ғана код жазатын болсаңыздар, нені қолдана аласыздар. Негізінде мына слайдер жасау үшін не керек деп ойлайсыздар? HTML, CSS-тен бөлек JavaScript мына жерде. JavaScript-ті білу керексіздер, міндетті түрде. Өйткені JavaScript біз айттық қой, сайтты не істейді? Жандандырады дедік, иә? То есть мына нәрсе басқан кезде бір іс-әрекет болу керек. Мынаны басқан кезде не болады? Бір іс-әрекет басқан кезде. Вот соны HTML оны біз істей алмайды. Оның қолында емес, басқан кезде бірдеңке орындалу. Ол JavaScript-тің қолындағы дүние. Мына жерде captcha дейді, мынандай нәрселер бір астына қоссаңыздар болады. Ол үшін мынандай класстарды қос дейді саған. Түрлері көп. Өмір бойы не қылған нәрселер, примерлар ғой. Өзі автоматын бастап кететін дейді слайдер. Автослайдер деп атайтын. Бір уақытқа жеткен кезде өзі былай ауысады. Біз практикада қолданатын барлығын қолданамыз. Негізінде мына жерде особенно бүкіл компоненттің барлығын қолданамыз. Close button, collapse, drop downs дейді. Мынандай нәрсе тоже бар. Осы бірінші жаңа үй жұмыста bootstrapты орнатып алыңыздар өзіңізге. Екінші әр компонентті ерінбей мына жерге копировать ставить деп көріңіздер. Немен көріңіздер. Былай айтқанда микроскоппен көріңіздер. Қалай жұмыс істеп жатыр, қалай істеп жатыр бұның барлығы. Және де үшінші бұл жерде ұғыныс қарасаңыздар, не үшін тәрбиелейді дедім bootstrap? Жазуды үйретеді. Карточка болғаннан кейін барлық нәрсені карточка деп атады классқа. Және карточканың мына бір нәрсесі, мысалы ретінде суреті деп атау мүмкін, карт AMG деп қойған, AMG. Одан кейін мына нәрсесін карт body деп қойған, денесі, карточканың денесі деп атайды. Мына карточканың тақырыбы, мына карточканың үлкен мәтіні, карточканың кнопкасы. Сөйтіп ат беріп тастайды, түсінікті ол үшін. Так, bootstrapқа байланысты осы. Енді неге байланысты сөйлейік. Бізде интернет-магазин болады. Так, жоба интернет-магазин дейді. Так, мынандай бір магазин болады бізде бұйырса. Так, и бұны да достып ашып қойын.
Так, жоба интернет-магазин. Так, и интернет-магазин код дейді. Так, бұны енді жаңа немен қарап көрсеңіздер болады. Мен ана жерге исходник салдым екен. Мынаны аша салам қазір. Аха, исходный код деген бөлім бар, иә, достар. Осы жерге не істейсіңдер? Кіресіңдер. Мына жерге ссылканы копировать, ставить дейсіңдер ссылканы. Одан кейін мына жерде не болады? Код деген мынау уже GitHub-қа барды біздің, иә, страницаға. Осы жерде жасыл батырманың ішінде не бар? Бізде мына жерде қарасаңыздар, мына жерде local деген қоясыздар. Сен download zip деген бар. Осыны басасыңдар. Осыны бассаңыздар, сізде не болады? Жаңа сайт жүктеледі. Полностью жүктеледі. Сурет, барлық нәрсе, шрифт, HTML, CSS. Және көргіңіз келетін болса, мынаны ашасыз, индекс HTML, иә. Все, міне сайттарыңыз тұр сіздердің. Осыған қарап жасаңыздар, барлығын қалай жасалған, не қылған деген сияқты нәрселер. Ол сіздердің осы үй жұмыстарыңыз болады. Бір үй жұмыс осы интернет-магазин, екіншісі не? Бізде болды жаңағы Bootstrapпен танысу керек болды. Қолданып көріңіздер, жасап көріңіздер. Одан кейінгі нәрсе Bootstrapта ана жерде примерлар деген нәрсе бар, examples. Осы жерде кіретін болсаңыздар, негізі мына жерде көптеген нәрселер дайын. Мысалы header дейді, шапкалар. Бәрі жасалған сайтта. Мына нәрсе жасаудың қажеті жоқ тоже. Өзіңіз алып, копировать сайт десеңіздер болады. Мынандай нәрселер. Дайын нәрселер ғой, дайын инструмент жиынтығы. Компания болғандықтан компания келесі курс маңызды болады. Сол үшін осындай дайын инструменттерді қолданады. Сіздер түсіну дайын инструментті қолданғанда ештеңе ұтылмайсыздар. Best practice-пен жасалған, яғни мықты разработчиктер жасағандықтан бұл инструментті олардан көп нәрсе үйренуге болады. Батырмалар дейді, мына жерде примерлар көп. Әрқайсысын ашып көрсеңіздер болады, элементтерді. Одан бөлегі бізде қателеспесем мына жерде темалар деген бөлім бар. Тема. Осыдан кіретін болсаңыздар, кез келген бір теманы ашасыз. Мысалы, мына тема қалай жасалды екен бұл тема? Мынаны шек көрейін. Қарайтын болсаңыздар, мына жерде осындай бір сайт бар, иә. Осындай сайтты қалай жасаған екен? Мына жерде documentation by бәсе мына жерде екен ғой. Вот он. Міне сайтқа кірдік, қарасаңыздар, иә, осындай сайт жасаған, әдемі сайт. Толықтай Bootstrapпен жасалған мына жерде. Анда анимациялардың бөлігі, жаңағы біздің слайдер, кетеді қайтадан басқан кезде келесілер ашылады. Бір ғана сурет болуы міндет емес, бірнеше сурет те бола алады. Поисктар бар, жерде қарасаңыздар. Тура осындай слайд, мына бір мысалы мынау нені ашып көріңіздер достар, ерінбей. Мына бір сайтты кіріп, қалай жасады екен? Қызығу керек та, не жасап жатыр мына жерде? Call row, мысалы колум қарасаңыздар, мына жерде не бар? Call row дейтін нәрселер бар. Сонда тоқтала кетейін. Bootstrap'та жаңа біз компоненттердің бөліммен таныстық. Одан бөлек бөлім мына жерде ең тоже керегі ол layout деп атайды, біздің макеттері. Біз мына жерде қарасаң grid деген тақырып өттік қалдында, иә? Тура осы жерде columns дейтін нәрсе, flexтар бар. Мысалы, мына жерге gridқа кіретін болсаңыздар, сізге былай жазып тұрмау үшін, біз басында жазып тұрмау үшін достар, мынандай нәрсені тура осындай класста қолдансаңыздар болады дейді. Мына жерде row дейді, column дейді, 3 баған қылып тастаған сразу болды. Бізде осыны қолданамыз. Өйткені мына қарасаңыздар, мынандай нәрсе жасау үшін біз не істейміз біріншіден? Flex қолдансақ болады бұл жерде, иә, display flex direction row дейміз. Одан кейін не істейміз? Flex бір auto дейміз, иә. Сөйтіп солай істейтін болсақ, барлығы сонда ішіндегі элементтердің барлығы тең бөліп алады, иә. 33%. Ол бір. Екінші біз gridпен істейміз, иә, тоже бұны істей аламыз. Үшіншісі мына жерде Bootstrapпен де қолдансақ болады, иә. Қарасаңыздар не дейді? Контейнер деп жаздайды. Text center деген атайтып тұрғандай, ішіндегі мәтінді ортаға жылжы деген сөз, класс бар сондай. Және қатар деген сөз, row деген сөз қатар, бірінші қатар, және бір қатарда не бар? 3 баған бар. Бірінші баған, екінші баған, және үшінші баған. Тура осындай нәрселер, енді ол flexible болғандықтан, ана жерге жазған қалай қолдану керек, үйлері көп, макет болғаннан кейін күрделілер болады. Жалпы осындай нені үйреніп алғандарыңыз абзал болады негізі. Бұны негізі курсқа біз қосқымыз келмеді, бірақ бұл қосымша тақырып болғандықтан білгендеріңіз ертең басқа бір кандидаттан қарағанда жақсырақ болады. Сіз білемін болсаңыз осындай инструментті қолданып. Сізде былай айтқанда жұмысқа алуда немесе портфолионызға үлкен бір салмақ болады. Өзім собеседование өткіземін и оны білемін да. Адам неғұрлым инструмент көп білген сайын,
оған жұмысқа алудың несі вероятності жоғарылай түседі, иә. Таблицалары бар. Аға, бірдеңе сұрасам болады ма? Ha, әрине. Мына жерде астында текст деп тұрды ғой. Сонда получается, ол сондай команда ма, который автоматом нететін? Мысалға, row дегендер. Иә, өзің нелер ғой, дайын класстар ғой, жазып тастаған осылай. Дайын класстар, сіздер де істей аласыздар, тура осылай row деп жазып, call деп, бірақ қандай жазған, display мысалы, мына жақта flex деп жазған ішінде, display flex деген, flex direction row деген бар ғой, row деген бар ғой, вот тура сол нәрсе ғой. Иә. Flex direction row деген сөз ғой. Сізге әрдайым жазып тұрмау үшін сол row қолданасыз дейді. Мына жерге мысалы flex direction flex дейді, display flex direction column дейді. Ол мына жерде осылай жазып қойып, осылай кетеді. Иә, осы достар, егер үй жұмыстарыңыз болады, тоже иншалла, и жаңағы біздің интернет-магазин болады. Иә. Тағы сұрақ бар ма? Осы сіздің файлыңыз келді ғой. Сайт күшті екен негізі. Қай сайт? Ама? Иә. Иә, осы сайт көп қой, біз бұл сайттың өзінің осыдан бәріміз үйреніп шықтық қой кезінде. Осымен жасадық барлығы. Ертең фриланспен айналысатын жасаңыздар, иншалла. Сіздерге бір нәрсені тезірек жасау керек болатын болса, осындай инструмент қолданған дұрыс. Ертең фрилансқа байланыстырайыншы. Фриланс бірінші достар, міндетті түрде сіздерге айтайын дейтін нәрсе, қазірден бастап өздеріңіз портфолио бар жасаған, соны жасап алыңыздар. Ертең. Сосын оны жасап болғаннан кейін, оны жақсылап жасайсыздар. Одан кейін тағы да осыны жаңа алдында сайт жасаңыздар, біздің ресторан сайты бар. Сосын қосымшадан жасасыздар интернет-магазинде. Екеуі бірдей негізінде интернет-магазин мен жаңағы ресторан сайт. Негізі ресторан сайт күрделі болып шыққан сияқты меніңше. Соны жасап қойыңыздар. Ертең проектті резюмеларыңызға қоясыздар. Сосын достар LinkedIn деген сайт бар. Білесіздер ме? Иә. Вот осы жерде аккаунт ашыңыздар міндетті түрде. Там создайте аккаунт, бүкіл нәрсені толтырыңыздар, қайда оқыдыңыз, бүкіл жаза беріңіздер. Өзің туралы қайда оқыдыңыз, қандай курс бітірдіңіз, сертификатыңызды жүктеп қойыңыз, бүкіл нәрсені істеп резюмеңізді салыңыз ішіне. Сосын сіздерде ары-қарата мына жерде jobs деген нәрсе болады, жұмыстар деген нәрсе болады. Көбіне жақсы құрылған резюмеде, негізі LinkedIn'де алып кетеді оны. Көбіне жақсы құрылған резюмелерде не істейді, алып кетеді. Мысалы қарасаңыздар, мына жерде не бар да, мынандай компаниялар бар. Серік Шайкамов, саламатсыз ба, мына жерде сеньор разработчик дейді, бар дейді. Өздері предлагать етеді, иә? Жұмыс предлагать етіп жатыр да, мысалы осындай дейді, мысалы Сербия дейді, мемлекетте дейді, жұмыс дейді, осындай сізбен хабарласқым келеді дейді, осылай тастап кетеді. Мынау HR компаниясы, мынау мысалы тоже саламатсыз ба, осылай дейді, мысалы мен сізбен сөйлескім келеді, позицияңызды айтады, мысалы фронтенд разработчик дейді, тоже продукттарды жайлы сипаттап жатыр. Ең керектер не айтып отыр, React.js білу керек дейді, HTML5, CSS3-ті білу керек дейді, жақсы. Мына нәрселер бар, инструменттер тағы да. Жаңағы Redux, ол уже React-та тесттер бұйырса. Осындай нәрселер білу абзал дейді. Так, сосын тағы не. Жалпы өздері жазады, мен аяқта ештеңе не қылып отырмаймын. Жазады, осындай жұмыс бар дейді, қарастырасыз ба дейді. Мына жерде зарплаталарын жазып қояды, даже осындай деп. Ерінбей қарасаңыздар болады. Көбіне ағылшынша, сол үшін ағылшын тілін үйренген дұрыс сіздерге. Осы жерді ашамыз, хорошо? Ашып, сала беріңіздер. Бүкіл нәрсе сізге, сіздің карьераңызға қатысты нәрсе болатын болса, сіздің сертификат оқыдыңыз, курс оқыдыңыз, мысалы, бір университет оқуды мүмкінсіз, бір проект жасау мүмкінсіз, бүкіл нәрсені осы жерге жазып тұрыңыз дейді. Өзінің өмірін жазып тұрыңыз. Сіздің кәсібіңізге байланысты, жұмысқа байланысты нәрсені барын жазып тұрыңыздар осы жерде. Сосын өздері тауып алады негізі. Ештеңе жазуды қажет жоқ. Жақсылап толтырсаң, мына жерде, сосын ары-қарата мына jobs деген раздел бар. Осы жерге кіретін болсаңыздар, сіздерде мына жерден нелер таба аласыздар, жұмыстарды таба аласыздар. Компаниялар бар, осындай жұмыстар ашық, осындай вакансиялар ашық дейді. Қалайсыз ба дейді. Осы көп. Осы жерден табуды, осы жерден тапсаңыздар болады тоже. Аха. Сайтта ағылшын бар ғой, 7 сабақ бар ғой. Соны бөлек көшеміз бе, или не істейміз оны? Үйретесіз ба тоже? Жоқ, ағылшынды үйретпеймін. Ол не ғой, қай жерде айтып жатсыз? Енді бастап жатырмын, мен оны қашан бітіретінін білмеймін онда. Бірақ негізі ниетім бар, соны жасап болғаннан кейін сіздерге ашып қоюға, доступқа. Хорошо.
сосын қайсында ана жаңағы LinkedIn деген ол как HeadHunter, но только для программистов, получается. Социальный сеть для программистов па? Социальный сеть программистов. Иә. Сондай ғой. Чисто программистер арналған социальный сеть. Туда Мына сен портфолио нені бәрін саса аламыз ғой, иә? иә, бүкін сала аласыздар. Мысалы, мен өзімдікіне кірейін. Серік Шекамов деймін. Мына жерде менің жазған нәрселерім барлығы, менің жұмыстарым, қандай компанияда қазір істеп жатырмын, қандай должностьта істеп жатырмын. Оған дейін істеген компаниялар тізімдері, оқыған университетім, иә, ВТУ, IT университеті. Сертификаттар болса, сертификаттар жазасыздар, оқыған курстарым, Angular, JavaScript, сертификаттарынан барлық менде тоже. Мына жерде тоже сертификаттарым бар. Сертификат көп менде. Сертификаттар бар, получается. Сосын мына жерде сіздің skills дейтін нәрсені жазсаңыздар болады. Мына жерде HTML, CSS деген әрқайсысын жеке-жеке жазсаңыздар болады. Менің оқыған курстарым, иә, мысалы, React редакцияда бұрын оқығам. Осындай нәрсе, тоже проект бар. Қандай проекттер жасадым. 10 проектін садақтап тұр. Плюс тілдер бар, мына жерде қандай тілдер білемін. Осы сондай нәрселер. Бүкіл жаза беріңіздер, өзіңізге қас нәрселер ғой. Өздері тауып алады. тек начинающийларға қандай фриланс жақсы, қандай фриланстарды білесіз? Так, осы бірінші LinkedIn, ол жерден фриланспен айналыссаңыздар болады. Екіншісі Upwork деп аталады. Мен өзім сонымен айналысқым келіп жүр, если честно ше. Өзім ойым түсіп жүр. Так, не істеймін, біз қанша уақытымыз қалды? 2 минут қалды ма? Сайт күшті дейді, машалла. Мен негізі өзім ойым кетіп жүр деймін ба? Мына жерде Upwork деген сайт бар. Осымен бастайын ба деп отырмын. Чисто фрилансерларға арналған сайт. Бірақ ағылшынша, бірақ көбіне орыстарды білемін. Бұл жерде отырып алып алады да, бүйтіп алады да, копировать дейді да. Олармен тікелей сөйлеспейсіздер ғой, текстпен сөйлесесіздер ғой ол жерде. Google Translate ашады да, былай оқып қояды. Как работа должен? Асын өзіне аяққа жауап береді да, копировать ставить дейді. Ағылшынды не қылмайды да, вообще парить бүйтіп. Копировать алып жұмыс істей береді да. Осы сайт, короче, Upwork не қылсам. Мен қазір, менде не бар, кстати, достар, Instagram кіріңіздер. Сол жерде статья бар, пост бар. Қандай фрилансерларға қандай сайттар іздесе болады деп, жұмыс істесе болады деп. Сол жерде жазып қойғам, тізіп. Соны оқыңыздар. Upwork, екіншісі freelance.ru. Ол білмеймін, қаншалық бұрын актуальный болған. Freelance.ru. Мына жерде. Мынау емес. Так, фрилансер емес. Upwork шықты. Мынау ең топовый осы шығар, Upwork. Бұл да өте жақсы. Кстати, Fiverr дейтін бар ғой, қазір жаман танымал болып кетті осы. Қайсы? Особенно Fiverr. Иә. Да? Так, бірақ мына жерде мен білуімше тек дизайнерлер отыра ма бірдеңе? Ну, онда сондай про дизайнерлар үшін популярный шығар. Иә. Так, қанша болды өз уақыт? Все, достар, 1 минут қана қалды, уже бітсе бітеді, уже иншалла. Среда кездесеміз. Нені бастай беріңіздер. Bootstrap'ты қараңыздар міндетті түрде, бірақ сол үшін қиын емес. Инструмент есть инструмент, оны үйреніп алыңыздар. Бонус қыл, біз курсқа кірмейді негізінде Bootstrap'ты үйрету, бірақ сіздерде бір қосымша направление беріп жатырмын ғой. Bootstrap'ты оқыңыздар. Көп нәрсе аласыздар, иншалла. Сол, достар, бұйырса 2 сабағымыз қалды, среда и четверг. Среда күні жаңағы разбор жасаймыз үй жұмыстарымызды.